Хадисте келеді, кім дұға жасамайтын болса, Алла субхана ва тағала ондай үмбетті қорытып, орнына дұға жасайтын үмбетті алып келеді дейді пайғамбар алейхиссалам. Пендеден сұраса ренжиді, Алладан сұрамасаң Алла ренжиді. Алладан сұраған сайын не Алла береді екен. Бірақ оның жолдары бар. Құран кәрімде Алла айтады, сендер менен сұраңдар, берем, бірақ сендер де менің айтқанымды істесіңдерші дейді. Сол төмпешек болып топыраққа жатамыз бәріміз. Демек, Алладан біз дұға қылып өмірімізді сұраймыз, не үшін? Көп амал істеп қалсақ екен. Ал амал істемеген адамдарды, Алланы еске алмаған адамдарды пайғамбар алейхиссалам өліп қалған адамдарға тең екен сондайларды. Алланы еске алмаған адамдар өлген адамдар олар деді. Тірі адам деп, Алланы еске алған адамдар тірі деп айтылар деді. Демек, еске алу қандай мен болады екен? Отырып алып, Алланы деп отырмайсың, амалға өтесің. Намаз уақыты келді ме, ләббәйк Аллахума ләббәйк деп орнынан атып тұр. Бар дәретіңді алып, азанға жауап бер, мешітке кел. Болмаса үйіңде оқы.